Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Бүгінгі тақырыбымыз ұлттық құндылықтар туралы өтпек. Ұлт болып қалыптасу үшін, ұлт болып ұйып өмір сүру үшін және тарихта ұлт ретінде сақталып қалу үшін оның тілі, діні, ділі, тарихы, әдебиеті мен мәдениеті тұрмыс тіршілігіне қатысты құндылықтар болып табылады. Осы ұлттық құндылықтарын сан ғасыр қойнауына сақтап келе жатқан халықтың бірі ол қазақ халқы. Жаһандану заманында өзге мәдениет пен идеологияның құрбаны болып, жұтылып кетпеу үшін де осы ұлттық құндылықтарымызды көзіміздің қарашығындай қорғай білуіміз қажет. Соңғы кезде көп айтылып жүрген ұлттық код міне осы ұлттық құндылықтарда жатыр. Әлімсақтан дала заңымен ғұмыр кешіп келе жатқан қазақ халқы табиғаттың үнін тыңдап, жан-жануардың да тілін ұғып, өзінің тұрмыс тіршілігінде салт дәстүрді қатар алып жүрген. Қандай да бір әдет ғұрпында замандар бойы жинақталып, мол тәжірибе, талай сынақтан шыңдалып шыққан дәстүрлі жол жатыр. Жеке тұлға өзін ұлттық ажырамас бөлшегі ретінде сезіне отырып, өз халқының тарихын, ұлттық құндылықтарды, немесе жазу, тіл, рухани мәдениет пен тағы басқа жетістіктерін, ұлттық менталитет, халықтың әлемдік мәдениет қазынасына қосқан үлесін бағалап, оның дамуына ықпал етеді. Ұлттың тарихи өткеніне, оның бүгінгі мен болашағына деген көзқарас, ана тіліне деген құрметі, міне осының бәрі ұлттың бір бөлшегі болып табылатын тұлғаға керек дүниелер. Ұлттық құндылықтарымызды жаңғырта отырып, тұнығымызды лайламай, тамырымыздан ажырамай, жарқын болашаққа қадам басайық.